Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Барлық әлеуметтік желіде хит болып жүрген тары чизкейктің біз бүгін пирог түрін жасап көреміз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, ерекше болып шығады. Бірге жасап көрейік. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды саламыз. Қыздар, біздің ұнымыз міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Сол кезде барлық қамырларыңыз жақсы шығатын болады. Және де бір чайный ложка разрыхлитель салып екеуін араластырамыз. Содан соң холодильниктен алынған салқын сары майымызды теркадан өткізіп жасасаңыздар да, немесе жұмсақтау болса, осылайша қолыңызбен үгітіп, ұн екеуін біріктіріп, крошка, яғни үгітілмелі етіп жасайтын боламыз бізде. Майда крошкалар шығады. Ұн мен майды араластырып, осылайша майда біркелкі етіп крошка жасап алдық, қыздар. Енді кезекте біз қамырымызды илеу үшін бөлек ыдысымызға қантымызды және де жұмыртқамызды салып, қант ергенше жақсылап араластыратын боламыз. Қыздар, осындай пирогқа теста жасаған кезде майда қант қолдануға тырысыңыздар. Сол кезде қанттарыңыз тестаның арасында жақсы еритін болады. Қыздар, менің видеоларым сіздерге ұнап жатса және де пайдалы болып жатса, каналымның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып, және де басқа адамдардың көруіне себепші болып, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Жаңағы жұмыртқалы массамызды ұнымыздың үстіне құйып алып, жақсылап, қыздар, жұмсақ етіп, әрі нәзік етіп қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымызға ешқандай да артық зат қоспаймыз. Қыздар, осы бір жұмыртқаның өзімен өте нәзік, жұмсақ қамыр шығатын болады. Басында басы бірікпейтін сияқты көріну мүмкін. Кішкене елесеңіздер, басы бірігіп өте жақсы болып шығады. Басы біріккеннен соң, егер де ыдыстың ішінде ыңғайсыз болса, столдың үстіне қойып алып, әрі қарай илеп алсаңыздар да болады. Қыздар, бұл тестамен кез келген пирогтарыңызды жасай берсеңіздер болады. Мінекей біздікі жұмсақ әрі нәзік қамырымыз дайын болды. Осылайша пакетке кигізіп, немесе пищевой пленкамен жауып, холодильникке салып қоямыз. Қыздар, бұл тестаны қолданғаннан кейін міндетті түрде 2 сағаттың ішінде жасап тастаңыздар. 2 сағаттан ұзақ ұстамаймыз. Әзірге тарымызды дайындап қоямыз. Кей жерлерде тары дейді, кей жерде сөк дейді, әр жерде әр қалай атайды. Сіздің қалаңызда қалай атайды, комментарийға жаза кетіңіз. Тарымызды жақсылап жуып аламыз, тазалап қайта-қайта жуамыз. Содан соң бетіне қайнап тұрған ыстық сүтімізді құйып, бетін жауып, 15-20 минутқа немесе жарты сағатқа да бұқтырып қойсақ болады. Сол кезде біздің тарымыз қатты болмай, жұмсақ болып дайын тұрады. Тарымыз дайын болғанша әзірге қалған салмасын жасай береміз. Қыздар, міндетті түрде құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды және де қантты, содан соң сметананы, қыздар, содан соң міндетті түрде 2 ас қасық кукурузный крахмал қосамыз. Қыздар, кукурузный крахмалды міндетті түрде қосыңыздар. Кез келген сметанник пирогы болсын, карамельный пирог болсын, кукурузный крахмалды міндетті түрде қосамыз. Сол кезде сіздің салмаңыздың ортасы ағып кетпей, немесе қатты жұмсақ болып кетпей, өзінің формасын ұстайтын болады. Келесі біз тарымызды аламыз. Қыздар, тарыларыңызды жарты сағаттай, 40 минуттай ұзағырақ ұстасаңыздар, негізінде осылайша сүттің бәрін өзіне сіңіріп жұмсақ болып тұрады. Мен кішкене ертерек алғаннан соң сүттін басқа ыдысқа сүзіп алдым, және де жаңағы тарымызды дайындап жатқан массамыздың үстіне саламыз. Осылайша барлығын жақсылап біркелкі етіп, қыздар, миксермен емес, вилканың немесе осындай венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Қыздар, осылайша біздің салмамыз дайын болды. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Қыздар, міндетті түрде менің пирогымның ортасы ағып кетеді, дұрыс піспейді деген қыздар, салмасына кукурузный крахмал қосуды ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің сұйық массамыз өзінің формасын жақсы ұстап тұратын болады. Енді біз қамырын жасайтын боламыз. Формамызды алып, осылайша сары маймен майлап шығамыз. Қыздар, сұйық маймен емес, міндетті түрде сары маймен майлаймыз. Және де астына пергамент қағазын қоюдың қажеті жоқ. Менің формам дұрыс болмай тұрғандықтан мен осылайша пергамент қағазын қойып шықтым. Және де жаңағы холодильникте тұрған қамырымызды алып, барлық жеріне жеткілікті етіп орналастырып шығамыз.
Қыздар, бұл тестамен 22, 24, тіпті 26 сантиметрлік формада жасасаңыздар да болады. Менің формам қазір 24 сантиметрлік. Осылайша тестамызды барлық жеріне біркелкі етіп жайып шығамыз. Қыздар, егер де сіздерге бұлай орналастыру ыңғайсыз болса, тесталарыңызды оқтаумен жайып алып, солай қойсаңыздар да болады. Немесе жарты бөлігін шетіне алып қалып, жарты бөлігін ортасына қойып, солай бөліп қойсаңыздар да болады. Осылайша тестаны барлық жеріне жеткілікті етіп жайып шығамыз. Қыздар, жетпей қалады деп қорықпаңыздар. Барлығын біркелкі етіп жайсаңыздар, барлық жеріне жеткілікті болып шығады. Қамырымызды осылайша барлық жеріне біркелкі етіп жайып алдық. Ендігі кезекте шеттерін қолымыздың көмегімен біркелкі етіп әдемілеп шығамыз. Әзірге осылай қолдың көмегімен біркелкі етіп алыңыздар. Қазір салмамызды құйып болғаннан соң қасықтың немесе вилканың шетінің көмегімен үстерін бастырып шығатын боламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін міндетті түрде үстін осылайша вилканың көмегімен бастырып шығамыз. Неге қыздар, біздің қамырымызды формаға жайғанда осылайша барлық жеріне жетіп біркелкі әдемі болып шығады. Ендігі кезекте жаңағы дайын тұрған салмамызды алып құйып аламыз. Салмасын құйып алғаннан соң, осылайша барлық жеріне біркелкі жайылу үшін столдың үстіне формаңызды бір-екі рет ұрғылап жіберіңіздер. Және де құйып болғаннан соң шеттерін вилканың немесе қасықтың шетінің көмегімен барлық жерін біркелкі етіп бастырып шықсаңыздар да болады. Дайын болған пирогымызды қыздар міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Қыздар, градусты өзіңіздің пешіңіздің қызуына қарай қоясыз. Біреуде 160 градуста жақсы қызуы мүмкін, біреуде 180 градуста қызуы мүмкін. Сол себепті өзіңіздің пешіңіздің қызуына қарай қоясыз. Біздің пирогымыз пісіп жатқан кезінде ортасы көтеріледі. Қыздар, қорықпаңыздар. Ортасы көтеріліп пісетін болады. Сыртқа шығарғаннан соң, өз пирогты алғаннан соң, өзінің орнына бөлме температурасында суыған кезде өзінің орнына түседі. Неке қыздар, біздің пирогымыз дайын болды. Өте керемет, иісі де әдемі болып тұрады. Қыздар, пирогымызды пештен алғаннан соң міндетті түрде бөлме температурасында кемінде 1 сағат, холодильникте кемінде 2 сағат суытып аламыз. Содан кейін ғана кесетін және де формасынан шешетін боламыз. Сол кезде біздің пирогымыз өзінің формасын ұстап, ешқандай да ағып кетпей, өте әдемі болып кесіледі. Осылайша қалауыңыз бойынша сәндеп қойсаңыздар болады, немесе неше түрлі жемістермен сәндесеңіздер де болады. Ештеңе сеппесеңіздер де өте дәмді, керемет, ерекше болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, осындай пирогтарды кескен кезде сіздерге бір лайфхак: пышақтарыңызды салқын сумен сулап алсаңыздар, өте жақсы болып кесілетін болады. Мінекей, біздің пирогымыз өте керемет, өте әдемі әрі дәмді, ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар, сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Әсіресе үлкен ата-апаларыңызға жасап берсеңіздер де өте керемет, жұмсақ, ерекше дәмді пирог болып шығады. Арасында тарысы қатты болып қалады деп уайымдамаңыздар. Оны сүтке бұқтырып алғаннан соң жұмсақ болып тұрады. Қыздар, видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға рахмет.